Ассалаумағалейкум құрметті достар. Бүгінгі видеодан Қытайдан келген тапсырыс посылкамыз болады. Ол посылка штатив, яғни осындай қорапшада келген. Және де онымен бірге креплениясы келген. Бұл крепление арнайы смартфондарға келетін крепление. Посылканың қорапшасының ішін ашсақ, бұл жерде ондай пакетпен, оның ішінде чехолмен, оның арғы ішінде штативті көреміз. Бұл штативті мына жағы тіреліп қалыпты. Негізінде бұл штатив 31 күнде келді деп айтсақ болады. Ұзындығы 1 метр болатын штатив. Ішін ашсақ, осылай деп айтсақ та болады. Бұл штатив маған 1 жыл көлемінде көмектеседі деген ойдамын. Достар, бұл жерді босатсақ, негізінде бұлай босатсақ, үшеуінде босатсақ, бұлай ұзындығы келіп шығады. Ұзара береді. Мынау минимальный, мынау максимальный. Солай қазір үшеуінде ұзартсақ, бәрі де шыға келеді. Мына жағында тағы да осылай ұзартамыз. Бер жағында тағы да осылай ұзартсақ болады. Өте ұзын деп айта алмаймын штативті. Және де бұны осылай жылжи бермеу үшін мұны бұлай қатайтып жауып қола аламыз. Бұлай және де бұлай. Және де осыларды екіншісінде бұлай жасай береміз. Ал үшіншісінде дәл солай қатайтамыз. Қазір мен штативті орынға қойып, видеоны жазып көремін. Міне достар, бұл штативтің барлық ұзындығы, және де бұл смартфонға арналған креплениясы бар екен. Қазір мен бұны орнатып, видеоға түсіріп көремін. Міне достар, штативіміз осы, және де мен жаңа креплениені орнаттым. Бұл крепление арнайы смартфондарға. Бұл егерде смартфон симай жатса, жоғарғысын көтере аламыз. Көтергенде бұл созылады, тартылады яғни. Бұл ұстайтын жері арнайы жоғары және де төменге көтеріп қоймай түсіру үшін қажет деп айтсақ та болады. Ал оңға солға бұру ол мүмкін емес. Қазір мен камераны крепленияға қойып, видеоны түсіріп көремін. Міне достар, көріп отырғандай штатив минимальныйсында, яғни астында тұр. Бұл штативті жоғары қарай көтере берсек, максимальныйға, яғни жоғары қарай көтеріле береді. Осылайда штативпен жұмыс істесе болады. Бүгінгі обзор штативке деген тоқта обзор болды деп айтсақ та болады. Егер де осы видео ұнаса, лайк басып қоймай, арнаға тіркеліңіздер. Достар, сонымен біздің бүгінгі видеомыз аяғына келіп жетті. Егер де осы видео ұнаса, лайкпен және де арнаға тіркеліп бағалаңыздар. Егер осы видеода 9 лайк жиналса, жаңа видео шығады. Сіздермен болған қазақша AliExpress арнасы келесі кездескенше.